Ал Нұрсұлтан айтып жатыр жана енді жас жігіттерге қылмаңдауыңды қашан қоясың, неге жас жігіттерге ғана қарайсың деген сияқты. Негізі Нұрсұлтан сөйлей береді ғой, сөзінің дым қақысы жоқ, қандай өтірік сөйлегенге мастер жігіт деп айтқым келеді. Нұрсұлтанмен мүлдем келіспеймін. Ешкіммен ырбындасып жүрген жоқпын. Ырбындасатын болсам, мен туралы ақпарат шығатын еді. Ырбындасатын жігіттер көп қой жерде. Бірақ жас жігіттерге қызығатының рас. Жоқ, жас жігіттер қызығам дегенде, жас жігіттер маған келсе екен деген үміт бар. Өйткені 25-тен 33-ке дейін деп айтамын. Білуім бойынша сенің бұрынғы күйеуің де өзіңнен кішкентай. 4 жасқа кіші. Енді мен ол кісіні бір зорлап маған жұмысқа шығарып тұрған жоқпын ғой. Ол кісі мені жақсы көрем, күйем, өлем деп маған келді. Өз жас жігіттер тартылып тұрады ғой. Иә, жігіттің өзі маған келіп айтты. Үйленем саған деген сияқты. Сол себепті білмеймін енді. Мен өзім де душевно білмеймін, маған комфортно с ними.